осы қызды бекер алыппын дейді. Қатын болып қалғанда қаншама қыздың арасында жүріп соны алыппын дейді біреу. Өйткені бір жерде соны айтып жатыр. Балалар, ой қателеспеңіздер. Біз өткен сабағымызда біз тағдырға иман келтірдік, дұрыс па? Тағдырға иман келтірдік қой. Сенің тағдырыңдағы шүйкебас сол қыз ғой негізінде. Сен әлемде кезіп келсең де бәрі соны алатын. Сенің тағдырыңдағы жазылып тұрған кім? Сол қыз. Демек, кемшілікті іздейтін болсақ, әрқайсымыздың ойымызда негізінде жетеді кемшіліктер. Кемшіліктерімізді тізетін болсақ, біз өзімізге ренжіп кетеміз. Мен сондаймын ба деп. Бірақ жаңа айтылғанда адамның жақсылығы да бар, сондай жаманшылықтар да болады. Әйеліміз Алланың берген жары, біз оның қадірін жетуіміз керек. Және одан сұраламыз. Отбасыдан сол үйдің иесі сұралады деген пайғамбарымыз. Ол кім? Ол еркектер. Сол қоластында әйелінен сұраласын, балаларынан сұраласын, қалай болып жатқан жайында. Сол есеп беретін күннен қорқуды бізден ескертіп жатыр имам. Есеп береді екенбіз. Есеп беруден бұрын не істейміз? Дайындаламыз енді. Қалай дайындаламыз? Әйел бала шағаларымызға осы есіткенімізді үйретіп жейік бауырлар.